5 уақыт намаз қалай парыз етілді? Миғраж түні пайғамбарымыз 7 қабат аспанға көтеріліп, аспанның бірінші қабатынан Адам алейхиссаламды кездестірді. Оның әрқашан оң жағынан жәннат бақшаларын, сол жағынан тозақ отын көріп отыратынын және де айналасында қиямда тұрған періштелердің көп екенін көрді. Екінші қабатқа көтерілгенде қабірде адамнан сұрақ алушы екі періште Мүнкар мен Накерді кездестірді. Олардың айналасында сәждеде құлшылық етіп жатқан періштелер болды. Келесі қабатта Жүсіп, Дәуіт, Сүлеймен пайғамбарлар кезіксе, 4-ші қабатта пайғамбарымыз жер бетіндегі Меккеге ұқсас періштелер мекеніне тап болды. Онда таспих тартылып, құлшылық жасалынып жатты. 5-ші қабатта өте қорқынышты түрде азапталып жатқан нұрсыз адамдарды көрді. 6-шы қабатқа мінгенде Мұса алейхиссаламмен кездесіп, 7-ші қабатта жәннат бақшаларына тап болды. Одан соң пайғамбарымыз жоғары көтеріліп, Алламен тікелей тілдесті. Тілдесудің соңында әт-тахият дұғасын, Бақара сүресінің соңғы 2 аяты мен намазды сыйға алды. Пайғамбарымыздың өмірі